Армысыздар, құрметті оқырмандар, қымбатты оқырман балалар. Біз бүгін сіздердің назарларыңызға арналы бұлақ асыл сөз атты видео әңгіме слайдымызды ұсынғалы отырмыз. Әңгіменің мақсаты сөз өнері мен тіл өнері және оған негіз бола білген ауыз әдебиеті жайлы қысқаша мағлұмат беру. Халқымыздың ұғымында сөз өнері және тіл өнері деген үлкен екі егіз түсінік бар. Бұлардың тарихы ежелден келе жатқан қазақ халқының тарихымен біте қайнасып келеді. Оған дәлел ұйқасы тілді сүріндірер эпостық жырлар, лиро-эпостық жырлар, батырлар жыры, оқиғасы көзбен көргендей баяндалатын ертегілер, сөз маржаны мақалдар, ойлау қабілетін дамытатын жұмбақтар, тілді жаттықтыратын жаңылтпаштар. Жалпы алғанда, ауыз әдебиетіне жататын әдебиетіміздің барлық жанры сөз өнерінің негізін құраған. Халқымыздың бай әдет-ғұрпы, салт дәстүрі осы аталған ауыз әдебиет арқылы байып, дамып отырған. Ұрпақтан ұрпаққа жетіп отырған. Балаларымыздың ой өрісінің дамуына, санасының саралануына, тілінің жатық әрі бай болуына, ойының ұшқыр, қиялының шарықтап өсуіне ауыз әдебиетінің тигізер пайдасы орасан зор. Ауыз әдебиетінің тағы бір бай саласы аузы дуалы билеріміз бен шешендеріміздің тапқырлық сөздері. Сөз асылын қолдана білген билер мен шешендер бір ауыз сөзбен бір үлкен дауды шешкен, бітімге шақырған. Ұрпағымыздың асыл сөзді қанына сіңіріп, құлағына құйып өсуіне әу бастан ықпал еткен ол бесік жыры. Ана әлдиімен, ана жырымен бала жүрегіне сіңе шыққан тіл кедей болмақ емес, көркем болмақ, бай болмақ. Бала бойындағы сөздік қордың молаюына, тілінің анық болуына аңыз әңгімелердің де қосқан үлесі ұлан ғайыр. Ауыз әдебиетіндегі ең бір көркем, ең бір көңілге қонымды, ең бір сырлы жанр ол айтыс өнері. Айтыс өнері екі тізгінді бір шылбырлы өнер. Қос өнерді қиюластырып, өз ойларын жеткізетін суырып салма ақындарымыз қазақ әдебиетінің алтын қорына қаншама мол мұра салды десеңізші. Сөз қорымыздың жетілуіне, баюына, тіліміздің көркемделуіне жазба әдебиетінің де тигізген пайдасы атап айтарлықтай. Абай атамыз бастаған қазақ классик ақын жазушыларының шығармалары, қазіргі ақын жазушыларымыздың кітаптары өзін іздеген, өзін қалаған, өзін сүйген оқырмандарына берерін беріп болды. Ендігі ұрпақтың міндеті соны жалғастыру, яғни кітап оқу және көп оқу. Бір-екі кітап оқып қана қойған оқырманның білімі де, ой өрісі де таяз болмақ, бір-екі күндік болмақ. Сондықтан да менің сүйікті оқырмандарым, барлықтарыңызды үйде отырып кітап оқуға шақырамын. Халқымыздың асыл сөздерін арнасынан тасытуға ат салсайық, үлес қосайық.